Бақытсыздық та табиғи апат секілді. Қайдағы қамсыз сәтіңде сап ете қалады. Жасы 40-тың екеуінен асқанда Ақаш ойда жоқта сұмдыққа ұшырады. 20 жыл отасқан зайыбы жүйке ауруына шалдығып, үмітке толы өмірі бір-ақ күнде ұйқы-тұйқы болды. Тірінің күйігі өлігінен ауыр екен, ол дегеннен ұқты. Өліге қанша қаусап қайғырғанмен шарасыздығыңды көріп еріксіз қатаясың да әрекет қыласың. Ал тірінің дерті күнде жаңаланып, жаныңды кеулеп, үңгейді де жатады. 3 жылдың ішінде әйелінің халі Ақашты сансыратты да, көндіктірді де. Есеңгіреген күйден енді ес жия бастаған шақта үй шаруасының негізгі ауыртпалығын арқалап жүрген үлкен қызы тұрмысқа шықты. Құда жекжаттармен араласып құраласып жүргенде Қымбат дейтін құдашасымен әзіл қалжыңы айрықша жарасып қалды. Ол өзі Ақаштан 10 жас кіші, бір ұл бір қыз туған, кәдімгідей кәнігі әйелді. Күйеуі бір құрылыс мекемесінде бөлім басқарады екен. Ақаштың аңғарғаны, әйел ішімдіктен алыңқырап, айтыңқырап отырғанды ұнатады да, есесіне күйеуінің ішкен сайын үні өше береді. Әйтеуір әйелінің алдында жүзі төменшік. Не құдай атып, көңілдесімен әшкере болып қалған, не жөндеп әйелінің айызын әлі қандыра алмай пақыр. Не әйелі барлықпен тоқтықты көтер алмай, істініп кебініп жүрген бәле. Қалай болғанда да құдашасы құрғыр Ақаштың көңілін алаңдата берді. Ақашты арбаған күш, әсіресе Қымбаттың көзімен сөзі. Елден қысылмай, құдашадан құдай атқан құрғалады құдай атып қалмасын, қамданыңыз, дейді күліп. Оны жұрт әрине әзілі де бұғады. Ал Ақаш соны айтқанда көзінің ағы мен қарасын бір аунатып жібергенін көріп, шынында да қамданыңыз деген қалмаушылығы, қамшылауы екенін аңғарады. Ошақтағы шаланы лақтырып жіберсең, от әуелі лып етіп, артынша аққан жұлдызша жіңішкеріп барып сөнеді ғой. Жалт қарағаныңда Қымбаттың да жанары сәулелі із тастап, созыла барып үзіледі. Сол әдемі көрініс көзін суыртып, есінен кетпейді. Әзілден әріге кетіп, Ақаштың ойы шындап бұзыла бастағанын Қымбат та аңғарған секілді. Соңғы бір отырыста: «Бізде басы бос 2-3 әйел істейді, солармен сізді таныстырайыншы», деп тайсақтады. Онысын Ақаш дұшпан көзі қылып жасаған айласы деп ұқты. Өйтіп жеңгетайлық жасасаңыз, құдашалық міндеттен құтыласыз деп бірден ығына жығылды. «Сізге әрқайсысын бір-бірлеп таныстырамын. Кездесетін жеріміз тек ресторан», деді Қымбат, өзінше мұны шоштарлықтай шарт қойып. «Сіздің меселіңізді қайтармаспыз», деді Ақаш, бәріне дайын ыңғай танытып. «Әрбірінің артынан өзіңізбен оңаша тағы отыруға да қарсы емеспіз». «Қайдам», деген Қымбат Ақаштың бет жүзіне көз сығырайта сынай қарап, «Келіншектердің де құрысын, өзіңде қоса құры деп қоңқылдап жүрмесеңіз жарады ғой». Әзілдің астарында шындығы да барын білдіргісі келіп: «Қоңқылдарым бар, қолқа салмас едім ғой, одан да бұлдана бастағаныңды мойындасаңшы», деп қасақана өкпен қартты. Сол сөзі нысанаға дөп тиген секілді Қымбат тегі әзіл де айтпай, дәл алдағы дүйсенбіде Гүлшара деген келіншекті кешкі 6-да Алатау ресторанына алып келуге ант ішіп уәде берді. Гүлшара Қымбаттан да жас болып шықты. Қымбаттың айтуына қарағанда күйеуімен ажырасқанына 4-5 айдан асыпты. Әйелім осындай болса екен дейтіндей-ақ әп-әдемі. Есі дұрыс еркек айырылатындай адам емес. Билей жүріп Ақаш суыртпақтап сыр тартты. «Күйеуіңіз сірә сізді қызғанған болар». «Қызғанды, әлі де қызғанады. Демек, сүйетін болды ғой. Солай шығар». «Ойбай-ау, енді неге бүйтіп жүрсіз? Сіз мені күйеуіммен қайта табыстыруға міндет алып едіңіз». Әйелінің әзіл екенінде, шын екенінде дауыс ырғағынан ажырата алмай, Ақаш бір сәт аңырып тұрып қалды. Солақ екен, сұрақты Гүлшара өзі жаудыртты. «Кешіріңіз, асық айтыңызшы. Сіз үйленетін әйел таңдап жүрсіз бе, әлде ермек қылатын біреу іздеп жүрсіз бе?»
Қымбат айтқан шығар, менің әйелім 3 жыл болды, ауру. Үлкені күйеуге тиген соң, қазір үйде 2 қызымның қолына қарап қалдым. Шешелері көз алдында отырғанда, оларды ренжітіп қалай үйленем? Түсінікті, әңгіменің ашығы жақты. Айтыңызшы, әйелің үстінде сізді қажет қылады ма? Жоқ, оған менің көз алдымда жүргенім де жетеді. Ауру ұстағанда ыдыс аяқты шағып, үсті басын жұлып, әлек салмай ма? Жоқ, өмір етіп көрген емес. Әлденені іздеп, соны таба алмай жүрген адамша ауық-ауық аңырып қалатыны болмаса, сырт көзге тегі ауру екенінде сезілмейді. Сөзі қалай? Көп сөйлемейді. Сөзінің кейі дұрыс, кейі қиғаш, жағдайға қарай. Түсінікті, тамақты кім жасайды? Қолдағы қыздарымның үлкені, ол студент, кішісі 10-шыда. Қайсысы бұрын келсе, сонысы жасай береді. Өзімді ептеп араласам, анда-санда шай беруге әйелімде жарап қалады. Әйтеуір, ілдәлі тірлік қой. Басқа түспен соң баспақшыл болады екенсің. Бәріне көндік, бәрін үйрендік. Әйеліңіз ауырғалы бері көзіне шөп салмағаныңыз рас па? Жоқ, салғам жоқ. Ал сізші, ондайдан амансыз ба? Ондайға өлсем де бармаймын. Некелеспеген еркектің қойнына жата алмаймын. Сізге де айтарым сол. Басыңыз бос болса ғана маған қолқа салыңыз. Әйтпесе өзіңіз де әуре болмаңыз. Мені де әуре қылмаңыз. Бидің ырғағынан Ақаш жаңылып барып түзелді. Келіншек білінер-білінбес күлім еткендей болды. Әйелді батыл бауырына тартып, құлақ түбінен иіскеп тұрып. Мен сіздің ашықтығыңызға қатты ризамын, деді сыбырлап. Титтейде өкпем жоқ. Сізде сөкпеңіз. Мұндайда ренжіспей түсінудің өзі үлкен олжа. Келесі биге Ақашты қымбат өзі шақырды. Сөзді де өзі бастады. Не дейді? Алмайтын адам аулақ жүрсін дейді. Бір көргеннен сыр бермейін дегені шығар. Жоқ, олай емес. Әлі жас қой, күйеуге тием деген үміті бар көрінеді. Ондай үміті болса, сізді әуре қылма демей ме маған? Үйленбейді, әйелі ауру деп ашып-ақ айтқанмын. Екі ортада алдап, арағыңызды ішкендей, мағанда ұят болды ғой. Еш ұяты жоқ. Оған қысылмаңыз. Бүйтіп көңіл көтергеннің өзіне тұрады. Дегенмен жас келіншектің құшағына кірмем ау деп дайындалып, үміттеніп қалдыңыз ғой. Әрине, үмітсіз шайтан емес пе? Десіңіз қайтпасын. Тағы бір келіншекті көрсетсем, ол бұдан дәлде қайда демі. Мен әдемілікті өзімше түсінетін адаммын. Жанның, мінездің әдемілігінсіз еш әйел әдем болмайды. Кім біледі, солай болса солай шығар. Бірақ менің ойымша қалай дегенмен де әлемнің аты әдеміден тұрады. Маған мысалы, сіздің әдемілігіңіз ұнайды. Ой-бой, сіз онда адам танымайды екенсіз Құдеке. Біз деген батпаққа белшеден батып, ақ жер қалмаған адамбыз. Сонда қалай? Күйеуіңізден басқа менде күнәға көп батып жүрсіз бе? Жоға, 10 жыл әйел болғанымды айтам. Қызық екен, әйел болу батпаққа бату ма? 10 жыл қатын болған әйел сіз үшін енді қалайша таптаса адам болады? Өйтіп өлчесек, нағыз былғаншыққа батқан біз боламыз да. Еркектің жөні басқа. Ақыр әйел батпаққа батып жүреді екен, сізде менімен бірге батып-батып алсаңызшы. Ол үшін ұзақ ойлану керек. Олай дегені әрине келіскені. Тақымдап, дәл қазір кесікті уәде алып қалған дұрыс па, жоқ кейінге қалдырып асықпағаны ақыл ма? Ақаш осы жағдайда дағдарды. Ойлап, шешімін таба қоятын жұмбақ емес қой. Жүректің соғысына қарап-ақ қабақ танытпайсыз ба? Бір алдаған жүрек тағы алдаудан қатты қорқады. Жұмбақтамаңызшы, сізге кім алдап жүргені және кім сізді алдап жүр? 10 жыл өмірім алданышпен өтіп келеді. Қойыңызшы, Гүлшараның қасына барайықшы. Екеуі дастарханға бейбітпей оралды. Қымбатта бір сыр барын, сол сырды айтқызса қақпанға түсейін деп тұрған әйел екенін Ақаш ішкі түйсікпен аңғарды. Енді ол Гүлшараға жалпақтамай, ресторанның алдында қымбаттың көңілін аулай сөйлеп отырды. Рестораннан шыққан соң жаяу барайық, таза ауа жұтайық деп қымбат Ақашқа такси ұстатпады. Алматының маужыр, жылы күзі жаяу қыдырысқа қолайлақ. Оның үстіне екі келіншектің үйі де онша қашық болмай шықты. Масаң әйелдерді қолтықтап жүру Ақашқа ауыр тиді. Денелерін салқынға тосып,
Екеуі де сырт киімдерін түймелемеді. Үстілеріне шаққан жұпар иістері басын айналдырады. Гүлшараға еңкейе сөйлеген сайын, екінші жағында келе жатқан қымбаттың ашық-шашық омырауы егінің астынан ағараңдап, әйелдің ашық тәнін 3 жыл аймаламаған еркекті есінен тандыра жаздайды. Даланың ауасының әсер етті ме, сыртқа шыққан соң Гүлшара көтеріңкілеу мінез байқатты. Үйіне жеткізер кезде Ақашты қолынан сүйреп күтпеген қылық көрсетті. «Жүріңіз, бас сұғып қана шығыңыз», деді өтініп. «Есіктің алдынан кеткендеріңіз ұят шығар». Шынында да ұят сияқты көрініп, Ақаш қысыла қымтырыла үйіне кірді. Кірген соң босағада аяғын шешті. Қонақжайлық көрсетіп, Гүлшара сырт киімін ілді. 2 бөлмелі үйдің залына отырғызып, дереу өзі ас үйге қарай жүгірді. «Қуыс үйден құр шықпа» деген, дыз еткізіп шай қойып жіберейін деп қояды. Қымбаттың халі аяғын шешіп диванға жақындауға әзер жетті. Жантая бере құлап, сол күйік тұяқ серіппей шалқасынан сұлқ жата кетті. Оны көріп, Ақаштың жеңіл масаңдығы қолма-қол тарап үлгерді. Ыңғайсыз жағдайдан ұятқа қалмай құтылуды ойлады. Гүлшарадан рұқсат сұрамаққа тұра бергенде сол еді, оның өзі асығып, есіктен сөйлей кірді. «Қазір қасқағымда дайын болады, қомпаңдамаңыз». Қорыққан адамша бағынып, Ақаш қайта отыра қалды. Үстелдің үстіне дастархан жайып, асадалдан ыдыс әкеліп қойып, Гүлшара шай әзірлігіне кірісті. Ту сыртынан ішіп жеп, Ақаш оны өне бойына әлдене іздегендей тінте қарады. Тік сөйлеп, тіке кеткені болмаса, жаман да әйел емес сияқты. Майысқақ мүсіні миына ыстық толқын шарпытып, құмарлық отын қау-қау үрлейді. Ашық омырауы шырын